Арнайы орта кәсіптік колледждер мамандарда кәсіпорындармен бірлесе отырып даярлау тиіс. Бұл техникалық мамандар тапшылығын болдырмауға оң ықпал етеді. Осы мақсатта Шығыс Қазақстан облысындағы колледждерде жұмысшы мамандық иелері арасында шеберлік чемпионаттар өтті. Әріптесім Олжас Керейханның сюжеті. Бүгінгі шәкірт ертеңгі маман, сондықтан бұл байқау облыстағы техникалық және құрылыс саласында жұмысшы маман даярлайтын колледждер үшін өте маңызды. Өйткені әрбір оқу орнының шәкірттерге берген білімінің сапасы мен деңгейі осы жарыста анықталады. Студенттердің теориялық білімдері практика жүзінде нақты сарапталды. Ең әуелі жастарды осы жұмысқа тарту және оларды ертеңгі жұмыс істейтін жерлерінде сапалы қызмет үшін деңгейін көтеру. Сол арқылы басқа да жастарға осы жұмысшы мамандықтарына тартып, оларды тәрбиелеу. Сайысқа қатысушылардың біліктілігі берілген тапсырманы қаншалықты тез әрі сапалы атқарғанымен бағаланды. Ал бүгінде облыстағы ірі кәсіпорындарда жоғары дәрежелі дәнекерлеушілер тапшы. Құрылыс саласында кәсіби тас қалаушылар аз. Сол үшін сайыста студенттердің жұмысқа дайындығы тексерілді. Мысалы, енді электриктер ауылдық аймақтарда көбінесе тапшы. Енді осы оқуды бітіргеннен электр мамандығын бойынша осы ауылда осы қызмет көрсетуге барамын. Байқауда бабы мен бағын сынағандар кірпіш қалап, темір дәнекерлеп, электр құрылғыларымен жұмыс істеді. Олардың шеберлігіне кәсіби мамандар баға берді. Судя по имеющимся навыкам. Теория мен тәжірибе ұштасқанда ғана жақсы маман даярлауға болады. Ең бастысы мықты маман болу әр адамның өзіне байланысты. Сондықтан осындай нақты өндірістік тәжірибеге бағытталған шаралар қажет. Жалпы облыстағы 80-ге жоқ колледжде бүгінде 40 мыңнан астам студент оқып жатыр. Жыл сайын диплом алғандардың 60-70% жұмысқа орналасады. Көбісі осындай сайыстар мен жұмыс жәрмеңкелерінде шақырту алады. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Хабар, Өскеменнен.